Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 7 градус суық, Қазгидромет ауа райына байланысты ескерту жасады. Синоптиктер 6 қазанда еліміздің 11 өңірінде дауылды ескерту жарияланды деп хабарлайды Түркістан КЗ. Қазгидрометтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, Атырау облысында шығыстан оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15 метр секундты құрайды. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда 6 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан облысының солтүстігінде, батысында шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады. Екпіні 15-20 метр секунд. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында, шөлейтті аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте және Түркістанда 6 қазанда солтүстік-шығыстан жел соғады. Екпіні 15-20. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түнде Алматы облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде сынап бағаны 1-3 градусқа суып көрсетеді. Үсік жүреді деп болжанады. Облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ұлытау облысының шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігіне төтенше өрт қаупі сақталады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.